Бүгін мен Аслай екеуміз қалай қорқып таңғалғанымыз туралы история айтып беретін боламын. Біз, ойнауға шығамыз. И 7:30 сондайларда ойнауға шығамыз. И, сол кезде біз күндіз Феликпен айтып ойнауға шыққанда бір ата тұратын. И бір ағаймен сөйлесіп тұратын. И ойнауға шыққан кезде 7:30 сондайларда ойнауға шыққан кезде сол ата бір ағаймен сөйлесіп тағы сырықта тұрады ғой. И сол мен ағай кетіп бара жатады, сол сөйлесіп жатқан ағай қасындағы ата тұра береді да, сол ағай кетіп қалады сөйлесіп тұрған атаның қасында. Кейін ол ата менен сұрайды, кімнің қызысың дейді мен. И бір машина келеді да, и сол ағай бір сол машинадағы ағай сол атамен сөйлеседі. Ассалаумағалейкум, мынау деп жем. И сол кезде мен қорқанымнан, конечно, қашып кетемін. И сол кетіп қалғаннан кейін қайттан келем сол атаға. И ол кетіп баратқан достармен сол кезде кетіп баратқан кезімде сол машина қайттан кетіп баратқан еді. И қазір қайттан атаға айналып барған кезімде сол машина әлі тұрды. И мен дымда түсінбей қалдым. Бетімді массаж істеп алайын. И мен түсінбей қалдым да, бағана сол машина кетіп баратқан еді деп. И мен сол кезде дымда түсінбей, прям скороспен келе жатқан кезімде кірпішке таңғалып қаламын. Қарасаңыздар достар, прям қорыққаннан мен аяғымды педальға қоям, и ол вообще қоя алмайдым. Қатты скороспен келатырмын, енді қатты скороспен болғаннан кейін рөлі өзі бұрылып кетеді. Но бірақ мындай не айтсам болады. Бірақ біз мен неде бүйтіп даңғата құртқан кезімде не болады, қалай айтсам болады өзім. Анандай не болады ғой, кірпіштерге анандай бұрышы ше, соған қолым тиеді, қатты, прям қатты. Бірақ мына қолым вообще алмайды тиген қолым. Бірақ мына қолым просто тиіп қалады, мына қолым просто тиеді. Бірақ мына қолым мына жері жаман ашып, жаман болып кетеді. И мен сол ашыған қолыммен велик тастап айдадым. Бірақ сонда да айдай бердім да мен великті. И сосын андай не, ол менде бірінші рет емес, екінші рет болған ғой, даңғата қалғаным ше. И мен прям достар скороспен келе жатқан кезінде артымда бір тер жүргендей болды. Прям шок болдым ғой мен. И анандай мен сосын жайдап бастадым да. И Аслай сіңілім бүйтіп аяғын жинап великтің ортасына қойып, сымбат қара, мен былай жүре аламын деді. И сосын мен айттым да, сен солай жүресің ба? Ой, мен былай жүремін деп отырып айдаған. И сіңілім де сөйтіп отырып айдаймын деп кірпіш жаққа аударылып құлайды. Бірақ жер ауырмайды. Бірақ олды жаман қатты таңғалдым. И ол сіңілім таңғалғанымен жер ауырмады. Прям қатты некінен қатты түскен. Сіңілім екеуміз жаман ұрдық. Онанда ше жаман андай болып кеттік. Бір түрлі болып. Онда сіңілімнің артынан бір бітіргенде болды. Қатты скороспен келген жоқ. Просто жай жүріп келеді. Аударылды, прям битіп түсті да, и бит артқан аударылып кетті. Менде бірінші рет емес, екінші рет болып тұр деген соның жағдай, бірақ сіңілімде бірінші рет болды. Мен ауылда едім, жазда 2015 жылда ауылда едім. И сол кезде мен төбеге шығатын, прям төбеде тезірек түскім келетін. И төбеден түскеннен кейін бір жел болады ше, соған қарама-қарсы қатты түсем.
соған қатты түсем да, и ана арық болады ғой ше, сол арықтың арғы бетінде не тұрады, кірпіш. Мен скоростьпен келгеннен кейін енді ана рөлде не қылмады да, бағанағыдай бұрылмай қалды да рөлі, бірақ педалі аяғыма тиіп тұрды. И педаль аяғыма тисе де рулін қатты бұра алмадым. Руль өзі бүйтіп кетіп қалды. Мен өзі төбеден түсем дегенде қолсыз айдаймын деп рулін бұра алмай, қорыққаннан көзім бүйтіп ашылып жабыла беріп, желге зор келатқам. Қорыққаннан көзім ашылып жабылып, көзімді ашып алған кезімде уже ана қасында труба тұр да, и алдында кірпіш тұр. Сол кірпішке тауын қайта қалады, бірақ іш жерім ауырмайды, іш жеріме тимейді. Билігімнің дөңгелегі анаған қыстырылып қалады, бүйтіп тұр. Әшейін бүйтіп тауын қатады. И все. Ол анандай не да, просто так анандай не болып қалады. Ол и қасымда Ғабдолла деген бала болады, сол менен сұрайды: Сымбат, іш жерің ауырмады ма? Айтпайсың ба, қолсыз айдап үйрететін ем деп. Анау деп қасымда қалды. И просто так біз ол жерде андай таң қалдық да, қорқып ше. Просто қорқып кеттік өзіміз. Сыр біз емес, рульді сонда велосипед басқарған. И біздің артымыздан кім қатты итеріп жібергендей болды десем болады. Бірақ ана прям төбеден түскен кезінде прям қатты бүкіл жел мені қатты айдап жатқан еді. Жаңағы қорқып кеттім өзімде. Бірақ шақыра берді ғой мені. Бірақ мен сонда да маған нормально болып қала берді. Всем пока. Историяны салай, комментарияны аямаймыз. Всем пока. И менің макияжым нормально шыққан ба? Соны комментария жазып кетіңіздер. Былайша қарағанда дым да өзгерген жоқ сияқты, бірақ ернім кәдімгідей жылтырап тұр. И бетім ақ сияқты болып тұр. И аяқтарымда бір қотырып жүріп бірдеңе болатын. Қалай көрсетіп тұр менің бетімді. Қолымда крем болған еді ғой менің. Жақсы кетті крем. Қасында сүріп тұр екен рас. Жылтырап тұр. Ейні. Тырнағым сығырды. Міне таптым. Достар, видео ұнаса, история ұнаса, лайк, комментарияны аямаймыз. Всем пока.